Бәріңізге сәлем. Бүгін дәмді палау жасаудың оңай әрі қарапайым түрін көрсетемін. Мен тұздалып кептірілген етті қолданамын. Бірінші күрішті тазалап жуып, салқын су құйып қоямыз. Сосын пияз бен сәбізімізді тураймыз. Қызып тұрған қазанға күнбағыс майын құйып, етті салып, қызарғанша қуырып аламыз. Содан соң пиязды салып, сарғыш болғанша қуырамыз. Енді сәбіз қосып, бетін жауып қоямыз. Арасында қозғап тұрамыз. Сәбізіміз мынандай болып жұмсарған соң, бетінен асырып қайнаған су құямыз. Енді қалауларыңызша мейіз, кишмиш және дәміне қарай тұз қосамыз. Бетін жауып 10 минуттай қайнатып аламыз. Сосын күрішті салып араластырмай бетін тегістеп шығамыз. Бетін жауып, суы тартылғанша баяу отта қайнатамыз. Енді арасын аздап ашып, буын шығарамыз және қалауларыңызша сарымсақ салып жіберсеңіздер, палауымызға ерекше дәм береді. Енді піскенін күтеміз, шамамен 20 минутта піседі. Палауымыз дайын, өте дәмді болып шықты. Осы рецептімен жасап көріп, нәтижесімен комментарийде бөлісіңіздер. Сіздермен бірге болған Айнура. Рецептілерім ұнаса, каналыма тіркеліп, видеоларыма лайк басып қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.